бастаған, соңында шұбатылып шаң қаптаған. Қуырып жер танабын келедәне, тұлпарлар төрт тұяғын тең тастаған. Ей пай шіркен жануарым, келеді дауылдатып жауындатып шабандоз, қамшыңды бас сауырлатып ей азамат. Алға қазақ, алға қазақ. Тасиленіп жерде қалған, жүйріктер жалғұйрығын терге малған. Қиқулап тұрды халық қолын соғып, сүйсеніп жас балаға жүлден алған. Ей пай шіркен жануарым, келеді дауылдатып жауындатып шабандоз, қамшыңды бас сауырлатып ей азамат. Алға қазақ, алға қазақ. Келеді дауылдатып жауындатып шабандоз, қамшыңды бас сауырлатып ей азамат. Алға қазақ, алға қазақ. Жауындатып шабандоз, қамшыңды бас сауырлатып ей азамат. Алға қазақ, алға қазақ. Келеді дауылдатып жауындатып шабандоз, қамшыңды бас сауырлатып ей азамат. Алға қазақ, алға қазақ. Бабалар жылқыменен жауға шапқан, төрт тұяғын тұлпардың қанға жаққан, тәуелсіз азаттықтың арқасында жауға шапқан жылқымен тойға шапқан. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум Елуатының тұрғындары, жақсылары, жайсаңдары және қонақтары, құрметті ұлттық спорт көрермендері, жанашырлары. Бүгін міне Қарағанды облысы Шет ауданы 56-шы разъезде аттың дүбірі естіліп жатыр деп, қанға біткен қасиет, қанға біткен қасиет міне аттың дүбірі естіліп жатыр, үлкен той болып жатыр деп, алыс жақыннан келген атбегілер және де ұлттық спорт көрермендері қош келіп жатсыздар. Қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Осындай үлкен мерекелік шараны өткізіп жатқан, ұйымдастырып жатқан ауыл азаматтарына мың алғыс. Алла ауызбіршіліктеріңізді айырмасын. Осы ауылда тек қана қуаныш болсын, той болсын. Бүгін міне алыс жақыннан аттарымызды сынап көрейік деп, атбегілер, атқосшылар алыс жақыннан келіп жатыр. Қадамдарыңызға гүлі бүтсін. Тайларды шығарыңыздар, тайларды жинаңыздар. Құрметті төрешілер, құрметті көрермендер, қазір бірер сәттен соң тайларды таныстырып, төрешілердің бастауымен сөресізгін апарып сол жақтан жіберетін боламыз. Алаңда артық адам болмасын. Мұқият болыңыздар, құрметті төрешілер, алаңда артық адам болмас, алаңды босатыңыздар. Міне құрметті көрермендер, бүгін тағы да айта өтейік, 56-шы разъезде үлкен мерекелік шара, ат жарыс, қанға біткен қасиет. Міне қазақтың төл спорты бәйге ұйымдастырып жатқан осы ауыл азаматтарына мың алғыс. Осы шараның өтуіне мұрындық болып басы қасына жүрген барша ағаларға мың алғыс. Демеуші болып жатқан ағаларға мың алғыс. Енді сол осы бәйгені ұйымдастыруына атсалысып, қолдау білдіріп жатқан біршама ағаларымыз бар. Соларға тоқталып аттарын атап
таныстырып өткенді жөн көріп отырмыз. Осы шараға ұйымдастыруына үлес қосып, демеушілік көрсетіп жатқан ең бірінші осы аламан жарыстың бас бәйгесін тігіп жатқан көрші ауыл Алиханнан Володя ағамызға мың алғыс. Құнан жарыстың бас бәйгесін тігіп жатқан Володя ағамызға мың алғыс айтамыз. Осындай ағалар аман болсын. Және де Бидайықтан Аманжанов Манат ағамызға, Ғалымжан ағамызға осы Күріктің алаңға үлкен үлесін қосып жатқан, демеуші болып жатқан, осы ақыл кеңесін айтып жатқан Алихан ауылынан Ғалымжан ағамызға, және де Сазанбай ағамыздың әулетіне Алихан ауылынан, және де Татипанов Серікбай ағамыздың әулетіне, және де Омарбаев Серғали ағамыздың әулетіне алғыс айтамыз. Алла берекет берсін. Әулеттеріңізге, отбасыларыңызға Алла ырыс несібе бақыт береке берсін. Істеріңізге Алла береке берсін. Құнан жарыстың бас бәйгесін тігіп жатқан, демеуші болып жатқан Володя ағамызды трибунаға, сахна төріне қарай шақырайық. Бір қол соғып қойыңыздар. Осы хабарландыруда айтылды, тай жарыс, құнан жарыс және аламан жарыс. Тайлардың тісін тексеруге Ақшатаудан келген Мика ағамыз, Жадыр ағамыз, Мика ағамыз, Теклан ағамыз, тайлардың тісін тексеруге Володя ағамызға бір қол соғып қойыңыздар. Келіңіз. Құнан жарысының бас бәйгесін тігіп, мына бүгінгі шарада демеушілік көрсетіп, қолдау білдіріп жатқан ағамызға бір қол соғып қойыңыздар. Ауыл азаматтарының атынан қолдау білдіріп жатқан Володя ағамыздың иығына Жаңарқаның бренд шапаны бір қол соғып қойыңыздар ағайын. Жаңарқаның бренд шапаны міне Володя ағамыз, демеуші болып жатқан Володя ағамызға. Рекордтар кітабына енген Жаңарқаның бренд шапаны Володя ағамыздың иығына. Құнан жарысының міне бас бәйгесін тігіп жатқан көрші ауыл Алихан ауылының тұрғыны. Бұл кісі де ұлттық спорт жанашыр деп айтуға болады ағайын. Жанашыр болмаса құнан жарыстың бас бәйгесін тігер ме еді? Алла берекет берсін. Кәсібі, ісі дөңгелей берсін. Алла ісіне берекет берсін. Ендеше құрметті көрермендер, таныстыру рәсімін бастаймыз. Төрешілер, микрофоннан колонканың дауысы естіліп тұрса, шабандоздарға хабарлап айтып отырыңыздар. Шабандоздар қазір қобалжып толқу үстіне естімей қалуы мүмкін. Біз қазір бірме-бірлеп таныстыратын боламыз. Тіс тексеруге, тайлардың тісін тексеруге Ақшатаудан Мика ағамыз келсін. Теклан ағамыз келсін, және де Жадыр ағамыз. Мынау трибунаның алдына қарай келіңіздер. Трибунаның алдына қарай келіңіздер. Тайлардың тісін тексеретін ағалар. Мынау мәре сызығының жанына келіңіздер. Қазір тайларды бірме-бірлеп таныстырып шақырамыз. Сол кезде тісін тексеріп, сөре сызығына қарай жолың ақ болсын деп шығарып салатын боламыз. Нөмірі 66-шы тай Нұркешев Берік ағамыздың тайы. Жаңарқа елді мекеннен келіп отырған тайдың лақабаты Нөсер, шабандозы Бекнұр. Нөмірі 66, нөмірі 60 Адамия Ертілеу, 56-шы разъезд. Лақабаты, тайдың лақабаты Жаннұр, шабандозы Ертілеу, нөмірі 60. Дайын тұрсын нөмірі 77. Дайын тұрсын нөмірі 77. Шабандоздар бер жаққа да құлақ түріп қойыңыздар. Ертілеудің тайын тексереміз. Келесі нөмірі 77. Әбдикәсіп Мақсат ат иесі. Шетауданнан келіп отырған лақабаты Алаш, шабандозы Бейбарыс, нөмірі 77. Нөмірі 77, дайын тұрсын нөмірі 79. 79 дайын тұр. Жетпіс тексеріп алыңыздар. Нөмірі 79, келесі, ортаға келе берсін, нөмірі 79. Алдабеков Қуатбек ағамыздың 56-шы разъезд Алдабеков Қуатбек ағамыздың тайы, тайдың аты Көзайым, шабандозы Нұржол.
Келесі нөмірі 76. Абилдинов Рустам. Киіктіден келіп отырған Абилдинов Рустамның тайы. Тайдың лақабаты Сайга. Шабандозы Айбат. 76. Нөмірі 76. Нөмірі 76 Сайга. Киіктіден келіп отырған Абилдинов Рустамның тайы. Шабандозы Айбат. Жібер ана. Анжаққа ара бара бер, анжаққа. Ана ол. Нұржол бара бер, анжаққа бара бер. Жолың ақ болсын. Келесі нөмірі 70. Гурев Рустам. Нөмірі 70. Ақжол ауылы. Лақабаты, тайдың лақабаты жау құйрық. Шабандозы Нурик. Нөмірі 70. Нөмірі 70. Гурев Рустам. Ақжол ауылы. Жау құйрық. Шабандозы Нурик. Шабандоз ауысқан ба? Жал құйрықтың үстінде Ақжол екен, Шабандозы Ақжол екен. Нөмірі 70. Жапок Шабандоз, жапок. Нөмірі 78. Келесі ортаға келсін. Нөмірі 78 Тұрсынбек Әмірдің тайы. Ақжал елді мекеннен келіп отырған. Лақабаты Айжарық. Шабандозы Айбат. Нөмірі 78. Ақжалдан келген Тұрсынбек Әмірдің тайы. Айжарық. Нөмірі 75. Келесі нөмірі 75. Халилин Еркін. Шет ауданы. Тайдың лақабаты Лаула. Шабандозы Хан Төрі. Нөмірі 75. Халилин Еркіннің тайы Шет ауданынан келіп отырған. Тайдың лақабаты Лаула. Шабандозы Хан Төрі. 75 бар ма? Gel жатыр. Шабандоздар, ширатыңыздар. Дайын тұрсын, нөмір 74. 74. Нөмір 74 Болат Ханшайым ат иесі. Ақжал елді мекеннен келіп отырған. Лақабаты Хан Торы. Шабандозы Арыстан. Ақ жиделі. Нөмір жетпеуіне байланысты. Нөмірдің жетіспеулігіне байланысты 74-ші нөмір екеу болады, құрметті көрермендер. Мына ақ жиделі. Хан Торы осы ғой, я? Келесі нөмірі 72. Нөмірі 72 Тыштықбаев Дамир. Жансыр ауылы. Лақабаты Ветерок. Шабандозы Бегарыс. Нөмірі 72 Ветерок. Жансыр ауылы. Дамирдің тайы. Келесі нөмірі 93. Дәуен Дастан. Ақтоғайдан келіп отырған. Тайдың лақабаты Найзағай. Шабандозы Алихан. Нөмірі 93. Ақтоғайдан келіп отырған Дәуен Дастан. Ат иесі. Тайдың лақабаты Найзағай. Шабандозы Алихан. Дайын тұрсын нөмірі 89. Нөмірі 89 келіңіз. Қастай олы Айбол.
Nömірі 89. Қастайұлы Айболдың тайы Ақтоғайдан келіп отырған Қоян Қасқа. Тайдың лақабаты Қоян Қасқа. Шабандозы Қасым. Келесі нөмірі 73. Келесі нөмірі 73. Отарбай Мұхамеджан. Ростовкадан келіп отырған Отарбай Мұхамеджанның тайы нөмірі 73. Лақабаты Үміт. Шабандозы Нұржан. Нөмірі 73 бар ма? Дайын тұрсын нөмірі 96. 96 дайын тұрсын. Келесі нөмірі 96. Әбдірахмановтар әулетінің тайы. Еркіндік ауылы. Ақжейде. Нөмірі 96-да Ақжейде. Әбдірахмановтар әулетінің тайы Еркіндік ауылы. Тайдың лақабаты Азия. Шабандозы Айсұлтан. Келесі 67. Нөмірі 67 Жанат ат иесі. Жаңа талап елді мекеннен келіп отырған. Лақабаты Тасқын. Шабандозы Нұрислам. 67. Дайын тұрсын 68. Нөмір 67 мін алдарыңызда құрметті көрермендер, жаңа талап елді мекеннен келіп отырған Тасқын. Тайдың лақабаты Тасқын, шабандозы Нұрислам. Келесі нөмірі 68 Аманжол. Тай иесі Аманжол. Қызылжар елді мекеннен келіп отырған. Лақабаты Сымбат. Шабандозы Нұрасыл. Нөмір 68. Дайын тұрсын 64. 64 дайын тұрсын. 64 ортаға келсін. 64 ортаға келсін. Утеніп Олжас. Ақжейде. 64-ші нөмірлі Ақжейдеде Утеніп Олжастың тайы Өспен ауылынан келіп отырған. Лақабаты Мақпалғара. Шабандозы Ернар. 65 ортаға келсін. 65-ші нөмірлі тайдың да иесі Утеніп Олжас. Өспен. Лақабаты Узбечка. Шабандозы Жанасыл. 64-ші нөмірлі Ақжейде және 65-ші нөмірді Утеніп Олжастың тайлары Өспеннен келіп отырған. Бірі Мақпалғара, бірі Узбечка. Дайын тұрсын нөмірі 82. Нөмірі 82 дайын тұрсын. Ортаға келсін нөмірі 82. Адамьянов Хайрулла. Тайдың иесі Адамьянов Хайрулла. Еркіндік ауылы. Сұлуғасқа. Шабандозы Атамұрат. Дайын тұрсын нөмір 97. Ортаға келсін нөмірі 97. Ақжейде. Нөмірі 97 Ақжейде. Рахман әулеті. Еркіндік ауылы. Тайдың лақабаты Күреңбел. Шабандозы Тәуекел. Келесі нөмір 62. Нөмір 62. Абзалов Қаржаубайдың тайы. Жаңарқа. Тайдың лақабаты Сойқан. Шабандозы Аян. Дайын тұрсын нөмір 69. Дайын тұрсын. 69. 69 келе бер. Нөмір 69 Мансұр Диястың тайы. Жаңарқа. Тайдың лақабаты Береке. Шабандозы Бетон. Дайын тұрсын нөмірі 93. Нөмірі 93. Макишев Бауыржан. Бауыржан ағамыздың тайы Ағадырдан келген. Тайдың лақабаты Сталин. Шабандозы Сұлтан Әли. Нөмірі 93. Бар ма? Дайын тұрсын нөмірі 81. Нөмірі 81 келсін. Қызыровтар әулетінің тайы. Жаңарқа.
Айғасқа тайдың лақабаты. Шабандозы Төреш. Дайын тұрсын нөмірі 96. Келсін, ортаға келсін нөмірі 96 Қасымов Алдияр. Нөмірі 96 Қасымов Алдиярдың тайы Ұлытау облысы. Тайдың лақабаты Хадия. Шабандозы Ноқай. Көкжейді. Келесі нөмірі 74 Күлманов Нұрсұлтан. Нөмірі 74 Күлманов Нұрсұлтан. Бидайық ауылынан келіп отырған. Тайдың лақабаты оқ жетпес. Шабандозы Нұрасыл. Дайын тұрсын нөмірі 94. Немене? Кімді? Алып кетті ма? Алып кетті, қайда өзі? Қайшы? Sen bitti başta. Yok sen nakana gittin mi? Kim alıp gitti onu? Nuri? Nasıl? Kim alıp gitti? Дайын тұрсын нөмірі 94. Ортаға келсін нөмірі 94. Исламұлы Төлегеннің тайы. Жаңарқадан келген Исламұлы Төлегеннің тайы нөмірі 94. Тайдың лақабаты Жібек. Шабандозы Нұрбұлан. Келесі нөмірі 97. Кенжеғұлов Жалғас. Әлихан ауылы. Нөмірі 97. Кенжеғұлов Жалғас. Әлихан ауылы. Тайдың лақабаты Батыр. Шабандозы Хан. Көкжейдеде. Келесі нөмірі 53. Төлеубаев Қазали. Сәкен Сейфуллин кентінен келіп отырған жарық станциясы. Төлеубаев Қазали ағамыздың тайы нөмірі 53. Тайдың лақабаты Зымыран. Шабандозы Санжар. Келесі нөмірі 91. Жаныспай Кәріғұлдың тайы. Жаныспай Кәріғұл ағамыздың тайы нөмірі 91. Жарық кентінен келіп отырған тайдың лақабаты Марапат. Шабандозы Исламбек. Соңғы екі тай нөмірі 73. Қадырқұл Шыңғыс. Ағадыр кентінен келіп отырған Қадырқұл Шыңғыстың тайы нөмірі 73. Тайдың лақабаты Үміткер. Шабандозы Берік. Ал міне төрешілер сөресіздігіна тайларды алып кетті. Құрмет көрермендер, енді осы алаңға түсетін, топқа түсетін балаларға бір ауыз тілегін айтсын деп Қарағанды облысы, Қарағанды қаласынан келіп отырған Қарағанды облысы бәйге федерациясының президенті Зорбасов Руслан ағамызға бір ауыз микрофон ұсынып тілегін алайық. Сонан соң Қайыркен ағамыздан батасын алып, содан кейін жарыс жолына тайларды жіберетін боламыз. Ассалаумағалейкум, қадірменді атшер қауым, қадірменді қонақтар, ауыл тұрғындары, баршаңызды мынау маусым ашар бәйгесінде көргенімізге қуаныштымыз. Мынау елу алтының азаматтарына Алла разы болсын. Мынау жылда сәуір айында бәйгенің басын бастайтын мынау дәстүрге айналған бәйгіміз абыроймен өтуге Алла нәсіп етсін. Бала қылаудан, ат сүрінуден сақтасын. Бәрекелді. Руслан мырзаға көп-көп рахмет. Қайыркен аға, батаңызды беріп қойыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Асқа адалдық берсін, басқа амандық берсін. Аса берсін әулетін, таса берсін дәулетін. Қашанда Алла қолдасын, шаңырақтарыңа бақ қонып, бастарыңа бақыт орнасын. Тойымыз құтты болып, аттарың бәйгілі болсын. Аллаху акбар. Төрешілер міне тіркелген 32 тайды сөресіздігіна алып кетті. Қазір бірер сәттен соң жарыс жолына шығарып жіберетін болады. Мұқият қарап отырыңыздар. Бағы мен бабы қатар шапқан, еңбек ақталып, еңбектің тері тамған, еңбектенген атбегінің атқосшының тайы мәресізігін бірінші болып кесіп өтетіні сөзсіз. Алдарыңыздан екі рет өтеді, құрмет көрермендер. Бір айналым.
толық бір айналым тай жарыс алдарыңыздан 2 рет өтетін болады. Шабандоздарға қолдау білдіріп отырыңыздар, тақымдары талмасын. Ат сүрінбей, шабандоз мертікпей аман есен шауып шықсын. 32 тайдың арасынан шын жүйрікті, кіл жүйрікті анықтайтын боламыз ағайын. Шабандоздар тіл көзден аман болсын. Ал бисмилла. Ал бисмилла кетті. Ақ жол болсын. Қиқулақ қойыздар ағайын. Ал бисмилла кетті міне. Ал жолдарың болсын шабандоздар. Тақымдарың талмасын шабандоздар, жолдарың болсын. Bir bala kulak kaldı, söylesizliğinde bir bala kulak vardı atbegler. Haylarınızı tanıgan bolsanızlar, şabandozga barыңыздар aman beken. Топтың басында нөмірі 91 Жансыбай Кәріғұл Жарық кентінен келген Марапат топтың басында ағайын. Марапаттың артында нөмірі 74 Құлманов Нұрсұлтан Бидайықтағы. Нұрсұлтанның тайы топтың басына көшті. Топтың басында нөмірі 91, 74, 68 қатарлас бір-бірімен таласып келе жатыр ағайын. Міне 500 метрлік тік жолға да жақындады қадірменді ағайын. Қазір бірер сәттен соң тай жарысының үздіктерін анықтайтын боламыз. Жеті орын, 7 жүлде. Жүлдеге 7 тай ilgетін болады ағайын. 7 үздікті анықтайтын боламыз. Ал ағайын қараңыздар міне. Соңғы 500 метрлік тік жолға келді, жақындады. Нұрсұлтанның тайы Бидайықтағы, Құлманов Нұрсұлтанның тайы топтың басында. Нөмірі 74 Бидайық елді мекеннен келген Құлманов Нұрсұлтанның тайы міне. Мұқият болыңыздар, төрешілер, мұқият болыңыздар. Нөмірі 74, бірінші болып кесіп өті 68-2. 78-3. Елу 55 пен 65, 54 пен 65 кругты қиып алды деп жатыр. 54 пен 65-ші нөмірдегі тай. 62 ма? 62 кругты қиып алды деп хабарлап жатыр. Артынан кепті. Жеті орын, құрмет көрермендер, 7 орын, 7 жүлде.
мәресізігін кесіп өткен, жүлдеге іліккен тайларда тай иелерін қазір мақтап, тілге тиек етіп хабарлап айтатын боламыз. Жаңа енді бірінші болып, екінші болып кесіп өткен тайларды көрдіңіздер. Топтың басына шыққаннан сәттен-ақ хабарлап отырмыз, құрметті көрермендер. Нөмірі 97-ші нөмірдегі жейдедегі шабандозды бері қарай жіберіңіздерші. Ең жас шабандоздардың бірі. Соңына дейін шыдап бағып, міне мәресізігін кесіп өткен, сынбаған жас шабандоз көрермен көз айыма. Батырға, батыр бауырымызға бір қол соққыңыздаршы ағайын. Қарағанды облысы міне Көкпар Федерациясының президенті, Бәйге Федерациясының президенті Зорбасов Руслан ағамыз міне жас шабандозға көрермен көз айымы деп батыр бауырымызға 20 000 теңге ақшалай сыйлық беріп жатыр. Бәрекелді. Батыр кел. Батыр өзінде Каспий бар ма? Кім бар? Жалғас. Ауыл азаматтарының атынан батырға 10 000 теңге. Көрермен көз айымы болып міне. Тіл көзден аман болсын. Осылай Алла қаласа төселіп үлкен бәйгелерді топтың басынан көрінуді нәсіп қылсын. 7-ші орыннан бастаймыз. Халилин Еркін ағамыздың тайы мәресізігін 7-ші болып кесіп өткен 11 сәуір 56-шы разъездің ауыл азаматтарын ұйымдастыруымен өткен тай бәйгесінің 7-ші орын иегері Халилин Еркін ағамыз. Тайдың аты Лаула. Бір қол соғып қойыңыздар кәнеге. 7-ші орын. 7-ші орынға міне сағат сыйлап жатырмыз ағайын. 6-шы орын нөмірі 89 тайдың лақабаты Қоян Қасқа. 7-ші орында шатасып 2 рет жасып қойыпты жігіттер. Бір серке 10 000 теңге ақшалай сыйлық 6-шы орынға. 5-ші орын 56-шы разъезд ауыл азаматтары ұйымдастыруымен өткен тай бәйгесінің 5-ші орын иегері Жанысбай Кәріғұл. Тайдың лақабаты Марапат. 5-ші орын. Бір серке 10 000 теңге. Мақсат ағамыздікі 5-ші орын қой сонда, 5-ші орын. Әбдіқас Мақсат ағамыз. Тайдың лақабаты Алаш. 5-ші орын иегері. Бір серке 10 000 теңге сыйлығы. 11 сәуір 56-шы разъезд ауыл азаматтары ұйымдастыруымен өткен тай бәйгесінің 3-ші орын иегері. 3-ші орын иегері Тұрсынбек Әмір. Айжарық 3-ші орын. Бір ешкі 30 000 теңге ақшалай сыйақы. Және де тай бәйгесінен 2-ші орын алған үшін Аманжол ағамыздың тайы, тайдың лақабаты Сымбат, 2-ші орын марапатталады. Бір тоқты 50 000 теңге. Және де мәресізігін 1-ші болып кесіп өткен чемпион 1-ші орын Болат Ханшайым Ханторы марапатталады. 1-ші орын. Шаң Сорғыш бір сек 100 000 теңге ақшалай сыйақысы бар. Бір мен ғой кейін. Болат Ханшайым. Қайдағы Болат? Не айтып отырсыңдар? Нешке білдіріп отырсыңдар?
Хан торы дейді, кімдікі ол? Қай ма? Қай Нұрсұлтан ғой? Қай Нұрсұлтан? Енді қайда ол? Нау несі тақу? Менікі беш атастырған ғой? Келесі жол болған ғой? Не болды? Грамота өзгерттер бұл. Жарайды, қош грамота. Грамотасы жүремеші. Құлманов Нұрсұлтан, Бидайық ауылы. Оқ жетпес. Сансорғы 100 мың теңге. Айелгі сұрабет сансорғы қалай? Шаң сорғыш 100 мың теңге ақшалай сыйақы. Бірінші орынның жүлдесі. Қайда билет қайда? Автобус қайда? Ал, естелікке суретке түсіп алыңыздар.